Ассалаумалейкум, қалайсыздар? В общем, мына брудерді кеше сатып жібердім. Сатып жібергенде ойынға қойылды. Ойынмен, в общем, бір кісі ұтып алды. Ертең алла жазса, жеткізіп беретін болам. Оған қоса осындай тауыққа жұмыртқалайтын жұмыртқа жинағышымен астында. Орысша роликтер бар, ашып қарасаңыздар болады. Сондай нәрсе, мынау гнездо для кур с яйцесборником деп іздесеңіздер, в общем, шығатын неше түрлі вариант. Мынау бір вариант менің істеген. Бұл қалай жұмыс істейді десеңіздер, бұл міне жұмыртқа, тауықтар білесіздер, осында қуысқа кіріп туады міндетті түрде. Мына ішіне кіреді. Жұмыртқа туған кезде домалап мына жерге жиналады. Бұл не себепті десеңіздер, тауық ұстайтын көп кісілер сондай проблемамен кезігіп жатады. Тауықтар жұмыртқаны шұқып жеп қояды. Бұл әртүрлі себепте болады. Ол біріншіден витамин жетіспегеннен, екіншіден сондай бір тауықтар болады. Витамин бәрі болғанмен шұқып тастайтын, бір дәнігі баса шұқуын қоймайтын тауықтар болады. Сондай кезде мынау өте жақсы нәрсе. Жұмыртқа туды. Мына жаққа домалап түсті. Астынан кіріп, ол тауық шықмайды, ол жұмыртқаны. Жұмыртқа целый қалады осындай. Мына жерге шөп, бір нәрсе төсеп тастауға болады, чтобы мынау стенаға тиіп жарылмайтындай. Мен просто мына видеоға обзор жасау үшін мынандай мата сала салғам. В общем, осындай заттар алла жазса жасап бастадым. Енді тағы заказдар түсіп жатыр. Алдағы уақытта істейтін болам. В общем, сондай жағдай. Өзіме скоро біреуін істеймін. Әлі инкубаторға жұмыртқа салған жоқпын. Жинап жатырмын қазір Кучинскиймен Парковская Барвиста екеуінен жұмыртқа жинап жатырмын. Алла жазса өзімнің балапандарым шыққанша өзіме істеп алатын болам біреу. А пока мынаны рекламаға беріп, в общем, шығарып көрдім. Қызығып алып жатыр, в общем, кісілер. Бір-екі заказ түсті даже уже. Мандайға да заказ түсіп жатыр уже. Жалпы осындай бізде тауықтан бөлек осындайды кәсіп. Енді жұмыстан демалған күндер істеймін бұны. Мысалға брудерді бір күнде құрастырып шығуға болады, материал дайын болса. Мынау деген бір 2-3 сағаттық жұмыс. В общем, осылай дамып жатырмыз. Алла жазса, каналдағы подписчиктер 1000 болса, осындай заттар қоятын болам. Брудер, осындай яйцесборник, мынау сияқты міне бункерная кормушка дейді, мынау жем салатын. Салып қоясыздар, в общем, ішіне 2-3 күн қарамай тұруға болады, в общем, жемге. Сол сияқты алла жазса каналға тіркеліп, комментарий жазып, активный болайық. Осындай заттар ойнататын болам. Мынау деген пайдасы болмаса, зияны жоқ негізі тауық қораға. Жалпы осы. Алла жазса, мынаны алдағы уақытта тағы істеймін. 1-2 брудерге заказ түсті тағы. Сосын видеосын, размерін бәрін жазып түсіретін болам. Қалай құрастырғанын тоже бәрін. Енді анда штатив деген заттар жоқ, көреміз енді. Может, алып түсіретін шығармын. Болмаса біреуге түсірткісіп қойып, солай түсірем, көреміз. Жалпы осындай видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Видеомен бөлісіңіздер. Қазақша контент, негізі бұндай заттарды көбінесе орыстар түсіреді көп. Сол сияқты қазір енді қазақтарда түсіріп жатыр, конечно. Бірақ орыстар деген кәдімгі кірісіп кеткен осындай шаруаларға. Сол себептен қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий жазып,
ұнамаса ұнамады деп жазып отырыңыздар. Амандықта кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.